Біреуге бірдеңе айтудың өзі қиын қазіргі кезде. Өз-өзіңді жаттай сыйла, жат жаннан түңілсін деген сөз бар ғой қазақта. Өзіңнің сырыңды өзің ашып жұртқа күлкі, дұшпанға таба болғаннан артық не қорлық бар мына өмірде. Мен де солай, іштегі жарам іште қалсын деп, ешкімге ештеңе демей, іштен тынып жүрген болатынмын. Бірақ айтпаса сөздің атасы өледі демей ме? Мен де адаммын, бір күні жарылатын шағымды білемін. Өзімде келін болдым. Мен де солай бөтенеге үйренісіп, сол әулетке сіңісіп кету үшін біршама қиналдым. Сондықтан жас келінді біраз уақыт еркіне ұстадым. Аса қатты қысым көрсетпей, үйренісіп кеткенше түсіністік танытайын деп ойладым. Таңертең кеште тұрып қалса да, үй жиналмай, ыдыс жуылмай, тамақ уақытында піспей қалса да, жай ғана сөзіммен ақылымды айтып, келінімді өз тәрбиеме үйреткім келді. Бірақ ол жай сөзге түсінбеді. Ұлымның таңдап алған жары ғой деп оның жайбасарлығы жүйкеме тиіп тұрса да көз жұма қарадым. Жас қой, біртіндеп үйренер, тірлікке де пісер, жастайынан тірлікке салып үйретпеген соң, осылай болып жатқан шығар, ештеме етпейді деп, оған да сабырлық таныттым. Құдағиымды жамандағым келмейді. Бала тәрбиелеуге, қыздарын жұмсауға уақыты болмаған шығар. Өйткені аурушаң болып, төсек тартып жатып қала беретін болған екен. Бір ай аурухана төсегінде жатса, бір апта ғана үйінде болатын көрінеді. Жатқан жері жәннатта болсын, құдағиымды бір рет қана көрдім. Қызын ұзатып әкелмей тұрып, тәтті шай деп жолыққан болатынбыз. Сонда құдағиым бой жазып, көңілденіп жүрген кезі екен. Маған көп әңгіме айтты. Көзіне келіп қалған жасы іркіп тастап, қызын аманаттады. Балаларыма аналық мейірімді де тәрбиені де толықтай бердім деп айта алмаймын, құдағи. Менен кеткен кем-кетік жерлердің көп екенін де жақсы білемін. Аурумен алысып, балаларыма толыққанды тәрбие беріп, тіршілікке де үйрете алдым деп айта алмаймын. Әсіресе қыздарыма. Қыз бала шешесінен көргенін жасайды ғой. Ал мен оларға не көрсете алдым? Тамақты қалай жасауды ма, кірді қалай жуу керектігін бе, үйді қалай таза ұстау керектігін де үйрете алмадым. Бар шамамның келгені оларға іспен көрсету арқылы емес, ауызбен айту арқылы үйретіп жүрдім. Бала күндерінде ақылыңды тыңдап, оның түбіне үңіле қойсын ба? Олардың да ойнағысы келеді. Балалық қызықтарын ерте үзбейін деп, кейде жаным ашып, күн ұзаққа ойнауға да жіберетімін. Жанымда күтуші болды. Мемлекеттен арнайы маған қарау үшін тағайындалған күтуші. Соның көмегі көп дейді. Онша-мұнша үй тірліктеріне де жәрдем беріп тұратын. Қыздарыма, осы әпкелеріне үлгі алыңдар. Мен сендерге үлгі өнеге көрсете алмадым. Есесіне, осы әпкелердің жасаған істеріне қарап, сендер де үйреніп алыңдар. Келешекте өздеріңе керек болады дейтінмін. Үлкен қызым айтқан ақылымды құлағына құйып алды. Бұл менің кіші қызым. Осы қызымды туғаннан ауырдым. Аналық мейірімнің не екенін де дұрыстап сезіндіре алмадым ғой деп, осы қызым үшін жүрегім ауыратын. Әкесі болса, ауру қатын керек емес деп өз басын ойлады да, бізді тастап басқа отбасын құрып кетті. Ер адам ғой деп түсіністік танытқым келсе де, мені ауру күйімде алған жоқ. Енді маған да, қыздарыма да нағыз керек шақта бізді қорғансыз күйімізде тастап кеткеніне әрине ызаландым. Бірақ тағдырымшар қабыл алдым. Өз жаным өзіме керек. Қыздарым әкесіне керек болмаса да маған керек деген оймен барынша ауруымды жеңуге тырысып келемін. Бастапқыда ата-анам, бауырларым қарайласты. Бірақ олар қашанға дейін менің жанымда жүрмек. Үкіметтен алатын көмек бар денсаулығым жарамсыздығына байланысты мүгедектікке шыққанмын. Сол зейнетақыма балаларымды асыраймын, күтушім бар, аптасына 2 күн келіп қарайтын. Мен осылай өсіргенмін қызымды. Кем-кетік жерлер болса, өзіңіз тәрбиелеп аларсыз. Шешесі не үйреткен, шеше тәрбиесін көрмеген деп сөге көрмеңіз қызымды деп аманаттап еді сонда. Мен де келінге қысым көрсетіп қиянат жасайтын ене емеспін. Ұлым екеуі бір-бірімен жарасып, тату-тәтті отбасы болып кетсе, соның өзі біз үшін ең үлкен жетістік қой деп, құдағиымның күмәнді көзқарасын сейілтейін деп,
жылы-жылы сөйлеп біршама көңілін орнына түсіргендей болған едім сол кезде. Содан кішігірім етіп ұзату тойын жасап келінімізді алып келдік. Ұлым екеуі жарасып-ақ тұрды. Көрген адам сүйсініп, келіннің еліктің лағындай әппақ, сүйкімді екенін айтып жарысып жатты. Сыртқы келбеттің сұлулығы да бір көрген адамға жағымды көңіл күй сыйлау үшін керек те шығар. Бірақ тындырымды үйдің шаруасын дөңгелетіп әкете алатын пысық болмаса да қиын екен. Келінді болдым деп қуанғаныммен келген келінім үйіміздің берекесін қашырды. Бірақ сонда да ол ұлым екеуі қанша ұрсып жүрсе де келінді жақтап, жас қой әлі, білмеген үйренсін, уақыт берейік деп ұлымды сабырға шақырамын. Ал ол менің сөзімді естегісі келмейді. Қазіргі жастардың көбі өзім білем, өз ақылым өзіме жетеді, мені тәрбиелеп әуре болып, уақытыңызды шығындамай-ақ қойыңыз деп қарсы шығады ғой. Менде ақылым асып-тасып бара жатқандықтан емес, ұлымның сүйіп алған жары болғандықтан барынша жақсы болса екен деймін де. Біз кәрі адамбыз, сондықтан жастардың ұнамайтын жерлерде көңілімізге жақпайды деп кейде келінімді ақтап алғым келіп тұратын. Ұлым екеуінің басты ұрысқа себептері де сол үй шаруасының дер кезінде атқарылмауы. Дер кезінде емес, мүлдем келін өзінің міндеттерін білмейді. Мен оған үйретемін деп шаршадым. Барынша жай сөзбен түсіндіріп, анасындай мейірім көрсетуге тырыстым. Мен шыдағаныммен, ұлым шыдай алмаған болу керек. Екеуінің арасында жиі-жиі ұрыс-керіс болып тұратын еді. Мен ұлыма келінді жамандап, екеуінің арасына от салмағамын. Бірақ жазықсыз жала жабылғанда қиын екен. Анасынан айырылып, қам көңіл болып жүр ғой деп байғұс келініме жаным ашыған сайын ол мені басқаша түсінген сияқты. Ұлым екеуі ұрысқан сайын келінім оған емес, маған өкпесін айтатын болды. Сіз біздің арамызға от салып шағыстырып отырсыз. Мені ұлыңызға жаманат етіп көрсеткенде не пайда табамын деп отырсыз. Мақсатыңыз екеумізді ажырату ма деп бетіме тесіле қарағанда жағамды ұстадым. Ұлымның ажырасқаны маған керек емес, бірақ келіннің мұндай болғаны да көңіліме жақпайды. Солай болса да, мен ешқашан ұлыма келінді жамандап, ажырасып басқаға үйлен деп айтқан емеспін. Мен де келін болғанмен қиын екенін түсінемін. Сондықтан келініме қатал болмайыншы, сол қиналмасын деп, айтар сөзімді барынша жұмсақ жеткіздім деп отырсам, ол мені мүлдем керісінше түсінген сияқты. Ашуым келді қатты. Жайшылықта оңайлықпен ашуға ерік бермейтін едім. Сол жолы шыдай алмадым. Араларыңа түскен бұндай болмайды. Ажыратып алатын болсам, баламның басын баяғыда-ақ сенен босатып алар едім. Немерелеріме обал болмасын деп сені өз үйімнің адамы етуге, жұртқа күлкі болмайыншы деп жаман атыңды шығармауға тырысып келіп едім. Жақсылықты түсінбеген екенсің. Ендеше ақыры солай ойлаған екенсің. Заттарыңды жина да кет үйден. Балаларды баға алмаймын десең тастап кет, өзім бағамын дедім ашумен. Немерелерімді анасынан айырып, оларға да қиянат жасау ойымда жоқ. Ашу үстінде аузыма түскен сөз сол болды. Келінде қайқайып, екі баласын тастады да кетті үйден. Соңынан өкіндім. Мен неге бұлай жасадым? Ақымақ келінім, қайтып келмесе мына балалардың жағдайы не болады деп уайымдадым. Себебі келінді кейде тым шектен шығып кетеді. Балаға қатысты, баланы өзіне қару етіп сөйлейтінін мен талай естігемін. Шұбыртып бала табамын деп өзіме уақыт қалмады. Бала жағаласып жұмысымды аяқтауыма мұрсат бермей жатыр деген сияқты. Баланы барлығына кірістіріп, менің де ұлымның да көңілін қалдырып үнемі шу шығарып жүретін еді. Сонысынан мезі болды ма екен, әлде соңғы айтқан сөздері көңіліне қатты тиді ме екен келінімнің? Бала тумай менді маған керек емес деген сөздеріне ұлым да қатты ашуланды. Айналдырған екі баланы игере алмаса, не үйтілігін жарыта алмаса, ол аздай көрінген адамға үнемі бізді жамандап, әсіресе мені, енем оңбаған, ол болмағанды күйеуіммен бақытты отбасы болып отыратын едік деген сөздерін жұрттан естігенде теріме сыймадым. Марқұм құдағиыма сөз беріп, аманаттап алып едім, енді мынадай жағдай болып жатыр деп күйіндім. Ауырып, бір апта бойы төсек тартып жатып қалдым. Ал келінім болса ойсыз екен,
Қайда жүргенін де білмеймін, қайдан іздерімді де білмеймін. Екі бала көздері жәутеңдеп анасын іздейді. Жылай-жылай көз жасымды су алған секілді. Қартайғанда осылай бейнет шеккен жаман екен. Баяғы аналарымыздың келінімді адалынан ет деп Аллаға жалбарынып сұрайтын осы екен ғой.